Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен дайындалу жолы өте қарапайым, үйде бар заттармен дайындалатын бананды пирогты бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 4 дана жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Үстінен 150 грамм қантымызды саламыз. Миксердің төменгі жылдамдығынан бастап көпіртіп бастаймыз. Жоғарғы жылдамдығын аз-аздан қосамыз. Өзінен 2-3 есе ұлғайғанша миксердің жоғарғы жылдамдығында араластырып аламыз. Қаншалықты көп араластырсақ, біздің пирогымыз соншалықты биік болып шығады. 60 грамм ерітілген суытылған сары майымызды салып, 1-2 араластырып, 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Үстінен 10 грамм қамыр қопсытқышын және де 200 грамм ұнымызды салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Духовканы алдын ала қыздырып аламыз және диаметрі 26 формаға салып, қызарып, дайын болғанша пісіріп аламыз. Үстіне қалауларыңыз бойынша банан, не болмаса кез келген жеміс-жидектерді қолдана берсеңіздер де болады. Ол жағы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мінекей, біздің тез, оңай, әрі дәмді, биік болып шығатын пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер, жақындарыңызды осындай тәттілермен қуантыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.